Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 78-ші сабақтың бірінші тапсырмасын бірге орындайтын боламыз. А нұсқасы шартын оқимыз. Есепке бірінші қатарда 7 көрпе бар, ал екіншісінде одан 3 көрпе артық. Екінші қатарда неше көрпе бар дейді. Бізде белгілі сандарды қоршап аламыз. Яғни 7 мен 3, 7 көрпенің саны. Бірінші қатардағы бірінші қатар дегенді белгілеп аламыз. Одан кейін екінші қатардағы көрпенің саны 3-ке артық деп тұр. Яғни екінші қатарда неше көрпе бар екені белгісіз. Есептің шартын қалай құрастырамыз? Ең алдымен А нұсқасы бірінші қатар 7 көрпе, екінші қатардікі бізде белгісіз, бірақ 3 көрпеге артық. Біз енді шешуін табатын кезінде бізде екіншісі белгісіз болатын болса, біз сандарды бір-біріне қосамыз. 7 мен 3-тің қосындысы 10-ға тең, яғни 10 дегеніміз көрпенің саны. Жауабына екінші қатарда 10 көрпе бар. Бізде А нұсқасы осылай шығарылады. Бұл А нұсқасының сызбасы қайсысы деп сұрасаңыздар, бұл жерде бізде артығы белгілі. Бізде артығы белгілі, бұл екінші тұрған сызба, яғни үшеуі. Ал нешеуі бірінші қатардағы белгілі, ол 7 көрпе, яғни екінші нұсқа бұл А нұсқаныкі. Келесі енді әсін шығарамыз. Әде тағы да біз сандарды белгілеп аламыз. Бұл бірінші үстелде. 6 дегеніміз кесенің саны, 8 екеуі. Ал бізде белгісіз екінші үстелдегі кесенің нешеуі артық. Нешеуі артық екені белгісіз. Бізде мына сұлбада ол бірінші тұрғаны, яғни нешеуі артық екені белгісіз. Бізде 7 көрпе белгілі және бірінші үстелдегі кесенің саны белгілі, екінші үстелдегі кесенің саны 6 және екінші үстелдегі кесенің саны 8. Бұл Ә нұсқасынікі болады. Енді есептің шартын қалай құрастырамыз? Бізде белгілі бірінші үстелде. Санмен жазсаңыздар да болады. Бірінші үстелде 6 кесе, екінші үстелде 8 кесе. Енді екінші үстелдегі кесенің нешеуі артық дейді. Яғни мынаның екінші үстелдегі кесе бірінші үстелге қарағанда нешеуі артық деп сұрап тұр. Біз нешеуі артық екенін табу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 8 бен 6-ның айырмасы 2-ге тең. Яғни 2 ол кесенің саны. Жауабы 2 кесе артық. Келесі бізде үшінші тапсырма. Үшінші есепте бізде 40 сары ою және 20 кем қызыл ою. Яғни оюдың саны 40, ал қызыл оюдың саны белгісіз, бірақ 20 кем. Мұнда жазамыз. Сары ою. Бұл жерде мына сұлбада бізде кемі 20 білеміз, 40 белгілі. Сары оюдың саны 40 дана.
қызыл оюымыз белгісіз, бірақ 20-сы кем. Бұл жердегін табу үшін біз қызыл ою табу үшін кем берілсе, біз азайтамыз үлкен саннан кіші санды. Шешуі 40 пен 20-ның айырмасы 20-ға тең. Жауабы қызыл ою 20 дана. Яғни бұл нұсқасы осылай шығарылады. Бізде номер 2 есеп. Бұл жерде есептерді оқы, сұлбаға сәйкес келетін есеп таңдап, оны шығар дейді. Кері есеп құрастырып жаз дейді. Және оны шығар дейді. Бізде А нұсқасы 5 деген сан белгілі және 3 деген сан белгілі. Ол үлкен, 5 үлкен, 3 кішкентай, яғни киіз үй тігілді. Киіз үйдің саны барлығы неше киіз үй дейді. Яғни бұл жерде барлығын табуымыз керек киіз үйдің санын. Бұл үшін біз есептің шартын құрастырамыз. А нұсқасы үлкен 5, үлкеннен 5 киіз үй, кішкентай бізде 3 киіз үй. Бұл жерде бізде барлығы дейді, яғни барлығы неше киіз үй. Енді есептің шешуін табамыз. Барлығы деген кезде біз сандарды бір-біріне қосамыз. 5 пен 3-тің қосындысы 8-ге тең. Яғни 8 ол киіз үйдің саны. Жауабына сұрағын көшіреміз. Барлығы 8 киіз үй. Бізде осылай А нұсқасы шығарылды. Енді келесі А нұсқасын шығарамыз. Бізде А нұсқасында 5 үлкен және одан 2 кем, кішкентай киіз үй тігілді дейді. Неше кішкентай киіз үй тігілді, яғни кішкентай киіз үйдің саны белгісіз. Біз жазамыз қайтадан үлкен киіз үй 5, кішкентай киіз үй белгісіз, бірақ 2 кем дейді. Енді шешуі бұл жерде екінші киіз үйдің несі кішкентай киіз үйдікі белгісіз, сондықтан 2 кем екені белгілі, біз азайтамыз. 5 пен 2-ның айырмасы 3-ге тең. Жауабына жазамыз. Кішкентай киіз үй 3 киіз үй тігілді. Осымен біздің екінші тапсырмамыз аяқталды. Бізде үшінші тапсырма барлық сызық түрлерін ата дейді. Кесіндінің ұзындығын өлше дейді. Кесінді дегеніміз бізде екі жағында да сызығы бар, яғни бұл кесінді. Біз осы кесіндіні ұзындығын табамыз. Бірінші ол бізде түзу сызық. Екінші бір нүктеден шығатын түзу сызық ол бізде сәуле. Екінші сызығымызда сәуле. Үшінші сызығымыз қисық болғандықтан қисық сызық. Одан кейінгісі сәуле. Бізде бұл кесінді. Кесіндінің ұзындығын өлшедім. Сіздер де өлшейсіздер. Бұл жерде 8 сантиметр шықты. Яғни үстіне 8 сантиметр деп жазып қоямыз. Келесі бізде төртінші тапсырма. Ыдысты толтыру үшін әрқайсысына неше литр сүт құю керек. Өзің осындай тапсырма ойластырып досыңа ұсын дейді. Бізде бірінші ыдыста 30 литр су бар.
40 литр суға толтыруымыз керек. Яғни 30 бен 30 литр қосылған 10 литр болады тең 40 литр. Келесі бізде сүт бар 20 литр. Бізде 40 болу керек. 20-ға 20-ны қоссақ 40 болады. Яғни 40 литр сүт құямыз. Келесі 10 литр шығу үшін біз 4 литрге 6 литрді қосамыз. Сонда 10 литр жауабы шығады. Бұдан кейін соңғысы 10 литр шығу үшін бізде 2 литр бар. Тағы да бізге 8 литр сүт керек. Сонда бізде 10 литр сүт шығады.